Қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Сіздермен осындай әңгімелерді оқымағыма көп болып қалыпты. Мен сіздермен қайта жүздескеніме қуаныштымын. Бүгінгі біздің әңгімеміз дуашының 5 рет жасаған дуасы дарымай қойған әйелдің сыры туралы әңгіме қозғалады. Каналыма лайк басып тіркеле отырыңыздар. Сиқыр жасау, дуалау бұл кешірілмейтін өте ауыр күнә. Дуагерлердің осы дүниедегі шариғи жазасы өлім дейді дін ғалымдары. Ал о дүниеде барар жері мәңгі тозақ деген. Мұның өзі дуа жасаудың және дуа жасатудың қаншалықты ауыр қылмыс екендігін көрсетеді. Төменде дуашы мен дуасы дарымай қойған бір әйелдің әңгімесін аударып беріп отырмыз. 5 рет дуа жасаған мен 5-еуі де дарымай қойған. Оның сыры не екен? Бәріміз бірге оқиық. Ал кеттік. Осыдан 10 жыл бұрын 2014 жылы таяу шығыстағы мұсылман мемлекеттерінің бірінде бір жәдігөй сиқыршы әйелі тұтқындалыпты. Полиция қызметкерлері оның үйін тінту кезінде дуа мен жәдігөйлікке қатысты неше түрлі заттар тапқан. Мысалы, біреудің тырнағы, шашы, қан, тағы басқа. Сондай-ақ дуа жасатуға келгендердің телефон нөмірлері жазылған дәптер де табылған. Тергей келе, оның көптеген адамдарға дуа жасағаны белгілі болған. Үй іші ластыққа толы, қоқысқа толы болған екен. Сол жерде сақшылардың назарына бір әйелдің есімі ілігіпті. Ол әйелге 5 рет сиқыр жасағандығы белгілі болған. Сұрастыра келе, дуа дарымай қойған әйелдің мектепте мұғалім болып қызмет атқаратындығы. Жасы 32-де екен, 4 баланың анасы екендігі анықталған. Балалары мектепті жақсы оқиды екен. Күйеуімен ара қатынаста жақсы, бақытты өмір кешіп жатқан әйел екен. Тергеу барысында осы әйел жайында сұрағанда, әлгі дуашы әйел әңгімелеп беріпті. Жәдігөйдің клиенттерінің көбі әйелдер болған. Олардың көпшілігінің тапсырыс беретіндері ерлі-зайыптының арасындағы бұзу, ер адамды бедеу қылу сияқты түрден болып келеді екен. Кейбіреулері жылда бір рет сиқырын жаңартады, кейбіреулері 5 жылда бір жаңартып тұрады екен. Алайда кейбір үйлерге сиқыр дарымайтын болып шыққан. Үйлерінің айналасын қорғап тұрған бейне бір тылсым қорған бардай дуа дарымайды екен. Қанша қайталап дуаласа, ол дуасы дарыта алмайтындардан кездеседі екен. Сондай сиқыршының дуаны дарыта қоймағандарының бірі жоғарыда айтып өткен мұғалім әйел екен. Сиқыршы оның үйін қанша дуаласа, дуасы үйінен кіргізе алмаған. Оны дуалатқан әйел өзінің жеңгесі екен. Көкесінің әйелі, туыс жеңгесінің осындай арамзалыққа баруына қызғаныш себеп болған. Туыс жеңгесі мұғалім әйелден құтылып, күйеуіне өзінің қызын бермекші болған. Сол мақсатта дуашыға барған екен. Алайда дуагөй әйел әлгі мұғалім әйелге 5 рет дуа жасаса да, дуасын дарыта алмаған. Кейіннен тергеушілер әлгі мұғалім әйелмен байланысқа түсіп, болған жағдайды айтып береді. Әйел таң қалып жағасын ұстап, сондай да адамдар болады екен-ау, деп таңданысын жасыра алмапты. Полиция қызметкерлері ол әйелдің еш нәрсе сезбедіңіз бе деп сұрағанда, әйел кейде үйдің терезесін бейне бір жел итеріп, қысым жасалып тұратын сезілетін деген. Алайда жел болар деп мән бермеген. Полиция қызметкерлері әйелден дуаның оған дарымауының сырын білгісі келіп, үйде не істейтіндігін, не нәрселер оқитындығын сұрапты. Сонда
әйел мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадистерінен алынған дұға жинақтарын көрсетіп, осы кітаптан кейбір дұғаларды оқып тұрамын депті. Олар қандай сүрелер? Ықылас сүресі 3 рет, Фалақ сүресі 3 рет, Нас сүресі 3 рет оқитын болған. Оған қосымша келесі дұғаларды азанда және кешке оқиды екен. Ағузу би кәләми тәләхи тәмәти min шәри мә холақ деп 3 рет. Бисмиллахил ләзи ла ядури мә смихи шәйун фил арди ва ла фис сәмә ва хуа сәмиул әлим 3 рет. Құрметті оқырмандарым, осы дұғаны мен сіздерге қазір бейнеге жазып беріп өтемін. Осы дұғаны өздеріңізге белгілеп қайталап жүрсеңіздер де болады. Аталмыш дұға мен аяттарды әлгі әйел 3 күн сайын қайталап оқып отырады екен. Осы сүре мен дұғалардың арқасында Алла Тағала оның үйін және оның отбасы мүшелерін дуашының жасаған дуаларынан қорғап тұрған. Ендеше бізде намазымызда қаза қылмай, білетін сүрелерімізді, дұғаларымызды күнде жатарда оқып, өзімізге үфіріп тұрғанымыз жақсы. Соның арқасында түрлі дуа, көз сияқты келеңсіз жағдайлардан қорғалған боламыз. Алла Тағала баршамызды жаман пиғылды адамдардың кесірінен сақтасын. Альхамдулиллахи раббил әләмин. Тыңдағандарыңызға рахмет, құрметті оқырмандарым. Менің каналыма лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Амандықта жүздескенше.